Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабақ орта мектебінің 9 А сынып оқушысы Меркебай Гүлназ Мөленқызы ұсынады. Саған оқу керек буктрейлер. Абай жолы роман эпопеясы. Мұхтар Әуезов. Ол халықтың рухани аманатын ұрпағына бүкпесіз қалдырған қаламгер. Абайдың шынайы бейнесін аша білді. Әуезов Абайдың өмірінен тұтас бір тарих жасап шыққан ұлы ойшыл. Бір шығармаға ғасырлық тарихты сыйдыра білген жазушы. Абай жолы ғасырлық туынды. 4 томды эпопеялық көлемді роман қазақ қоғамының ғасырлық, тұрмыстық, отбасы ғұмырын мейлінше дәл, айқын бейнелейді. Бұл шығармада оқиғалар күн демей, түн демей, толассыз өтіп жатады. Бірін-бірі қолай аққан дария толқындарындай сабақтас қалпында көрініс табады. Мұхтар Әуезовтың қай шығармасын алсақ та, одан ағартушылық, адамгершілік, сарына туған халқына, отанына деген ыстық сезімі, қорлыққа, әділетсіздікке қарсылық көзге оттай басылып тұрады. Бұған айтпасақ та, дәлел болатын мәңгі өшпес теңдессіз мұрасы Абай жолы. Мұхтар Әуезов ғасырда бір туатын жазушы болса, Абай жолы ғасырлық туынды, ғасырда бір туатын шығарма. Абай жолы қазақтың көркем прозасын, классикасын әлем деңгейіне көтеріп, қазақ халқына көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Мұхтар Әуезов өзінің бұл шығармасында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан әлемдік деңгейде жан-жақта ашып көрсеткен. Қазақтың дана ұлы Абай образын, мәңгілік тұлғасын сөз өнерінде өзгеше даралықпен сомдаған. Биылғы жылы ұлы ақын ойшыл Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай барлықтарыңызды Абай жолын оқуға шақырамын.